Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Құлдықтан бір елді басқаруға дейін көтерілген, құлдықтан сұлтандыққа дейін жеткен түркі қолбасшы Сұлтан Бейбарыс. Адам сеңсіз саяси ақылмен жер ортаның астан кестеңін шығарған. Бүгінгі күнімізде әлі де өмір сүріп келе жатқан Сириядағы түркмендерді осы жерлерге алып келген. Ешқашан тоқтатуға болмайды делінген моңғолдарды тарихта бірінші рет тоқтата алған. Крестшілерді есеңгіретіп, византиялықтармен соғысқан және армян мемлекетін тарихтан өшіріп тастаған Сұлтан Бейбарыс. Фильмдерге тақырып болатындай өте көп сабақ алатын өмірлік тарихын тыңдауға дайын болыңыз. Бір 1200 жылдар Анатолда саяси әбігер бар, мықты бір мемлекет құрылымы жоқ. Моңғолдар барлық жерді бульдозер сияқты жағып, өртеп қырып жатыр. Бейбарыс дәл осындай кезеңде дүниеге келді. Бейбарыс қыпшақ түркі болатын. Кіші кезінен жомарт, көзі оттай жанып тұрған бала еді. Сондай-ақ өте ақылды болатын. Бейбарыс әлі кіші болған кезеңдерінде достармен бірге осы аяусыз моңғол армиясы қолына тұтқынға түсіп, құлдыққа жіберілді. Ол үшін қараңғы бір тарихтың бірінші қадамдары басталған еді. Келешегінде анықтайтын уақыттардың бірі болатын. Бейбарыс бір қанша күн құл базарларында жүрді. Византияның құл базарына сатылымға шығарылған еді. Көздеріндегі ақ дақпен бірге тартымды емес еді. Бейбарыс ең соңында Византия саудагеріне сатылды. Моңғол әскерлері қайдан білсін, өздері сатқан баланың өздерінің соңын алып келетіндігін. Каирге алып келініп, аюбилердің армиясына қосылды. Тарихта көп жерде бойы ұзын, қара келбет, көк көз деп жазылады. Бейбарыс ақылды, жомарт, ештеңеден қорықпайтын, сондай-ақ мықты бір дене бітіміне ие болған. Бейбарыстың аянышты күндері күн өткен сайын бітіп жатқан еді. Ол күн өткен сайын танылып, қабілетімен танымал бола бастады. Сұлтан Бейбарыс басында тек қана әскер болатын. Әскер болудан кейін бағын мемлекет адамы болып сынағысы келді. Бейбарыс мемлекеттің ішінде маңызды орындарға жете бастады. Бейбарыс сияқты түркі құлдардан болған бір мемлекет құрылды. Аты мәмлүктер болған. Мәмлүктің мағынасы ақылды құлдар дегенді білдіреді. Бейбарыс моңғолдар 13 ғасырда Қытай қабырғасынан Мажарстанға қарай барлық жердің астан кестеңін шығарған болатын. Өткен жерлерінен тірі жан қалдырмағаны үшін адамзатқа моңғол шапқыншылығы деп аталатын есімді тастап кетті. Және бұлардың алдарында ешқандай ұлт тұра алмаған болатын. Моңғолдар тек қана Мысыр және Сирияда құрылған мәмлүк түріктер тарапынан тоқтатылған еді. Дәл осы жетістіктің иесі түркі қағаны Бейбарыс болды. Мәмлүк билеушісі Құтыз мемлекетін бопсалаған және тіз шөкін сұраған моңғол билеушісі Хулагуның сұрағанынан бас тартты. Армиясының басына өзі еңсенетін адам Сұлтан Бейбарысты алып келеді. Және Бейбарыстың оларды жеңетін болса, Бейбарысқа Алеппо қаласын басқаруын беретін уәде береді. Бейбарыс үшін жаңа бір кезең басталады. Енді тарих алаңына шығуға дайындалады. Ислам әлемі қорқы фильмі сияқты қарап отырған моңғолдарды тоқтату тапсырмасы соған беріледі. Алдындағы күш осы уақытқа дейін жеңілмеген күштердің бірі болатын. Бірақ Бейбарыс жау жүректігімен және ақылымен моңғолдарды айын жалуытта жеңіп тарихты өзгертті. Енді моңғолдар жеңілмейді пікірі адамдардың арасында өшіп, моңғолдардың да жеңілетініне бәрінің көзі жеткен еді. Сол жылдан бастап моңғолдар артқа шегіне бастады. Енді Бейбарыс ислам әлемінде өте танымал, ең төбедегі адам болды. Ал бұл жағдайлардан кейін Бейбарыстың жеке өмірі дағдарыс нүктесіне келеді. Халеп губернаторлар атағын беремін деген мәмлүк сұлтаны бұл сөзін орындамады. Бейбарыс мәмлүк сұлтанынан ол орынды сұрағанында Бейбарыстың орнына басқа адамды қойған еді. Дұшпандарының жеңгенін көрген Бейбарыстың жеңуге дейін ынтасы артып, өз-өзіне сенімділігі артып, аң аулауға шыққанда достарымен бірге сұлтанды өлтіреді. Сұлтан өлгеннен кейін мәмлүк билері сұлтан ретінде Бейбарысты таңдайды. Осы сәттен бастап тарих кітаптарында Сұлтан Бейбарыс деп жазылатын болды. Оның билеуші екенін барлығы мойындайды. Билігін нығайту үшін Мысырға келеді. Тарап кетейін деп жатқан Мысырды қайта жинап бір араға әкеледі.
Ол Мәмлүк, Мысыр және түркі мемлекеттерінің негізін салушы екінші адам болды. Армиясы Византия империясының түрк құлдарынан құралған болатын. Сол кезеңдегі Сириядағы көтерілісті тоқтатады. Сұлтан Бейбарс өте агрессив бір басшы еді. Билікке келмей тұрып христиандарға соғыс ашқан еді. Христиандарды қиратқан Сұлтан Бейбарс олардың жерорта теңізіндегі қорғандарын біртіндеп жаулап алып, өртеп жібереді. Христиан ханзадалығын құлатып дами түседі. Антакияда христиан ханзадалығының құлағандығын барлығы естіген еді. Мұны естіген Англия патшасы 1 Эдуард 9 христиан армиясын жинап, теңізден 1272 жылы Акка теңіз портына келеді. Христиандық әскерлер моңғолдармен бірге болу жолдарын іздестірді. Бірақ христиандық әскерлер Бейбарсқа қарсы ештеңе істей алмады. Кейбір мәліметтерге қарасақ, Бейбарс ағылшын патшасы 1 Эдуардты улауға тырысты, бірақ сәтсіз болды. Сол уақыттағы халифа Бейбарстың мойын сұнуымен бірге жаулап алу керек жерлерді көрсетеді. Бейбарс жаңа басылатын ақшаларға халифаның есімі жазылу керектігін бұйырады. Бұл әрекеті ислам әлемінде абыройын көтеріп жіберді. Бейбарс ислам әлемінің қорғаушы атағына ие болды. Бейбарс үшін ең маңызды болған тақырып бұл халифаттық еді. Халифаттықтың күшін білген Бейбарс Эфес халифаттығын қайтадан құрып, мемлекет күшіне күш қосқан еді. Бұл Бейбарстың саяси даналығын көрсетеді. Селжұқтар моңғолдар шабуылы астында еді. Селжұқтар уәзірі Бейбарспен жасырын келісімшартқа отырып, моңғолдарға тығырыққа тіреді. Соғыс кезінде моңғол әскерімен бірге көрініп, бірден соғыспай тек қана қарап тұрды. Арабстанда моңғол әскері үлкен жеңіліске ұшыраған еді. Моңғолдар лидері Абака ханның қираған әскеріне қарап жылағандығы туралы мәліметтер бар. Селжұқтар уәзірінің сатқындығын көтере алмай, соңында ол уәзірді асып өлтіреді. Бейбарс билігін нығайту үшін құлагуиттерге қарсы Алтын Орда хандығы мен Сириядағы христиандарға қарсы Византия империясымен келісімге келуден бас тартпаған. Мысыр және Сириядағы мәмлүктердің билігін нығайту үшін Бағдат Аббаси халифаттығын Мысырда қайтадан құрған еді. Сонымен Сұлтан Бейбарстың ислам әлемінде атақ абыройы нығая түсті. Бейбарс Шыңғыс ханның заңдарын пайдаланатын еді. Мемлекеттің нығайту үшін әртүрлі істер атқарған. Мемлекеттің барлығы жерін Каирге байланыстырды. Ерекше пошта ұйымын құрды. Әскерлерін жаңа әскери құрал жабдықпен қамтамасыз еткеннен кейін жерін кеңейтті. Моңғол және христиандарға қарсы соғыстарда көп сәттілікпен оралған Сұлтан Бейбарс тарихтағы ең көп жеңіске жеткен қолбасшылардың бірі болды. Бейбарстың өмірінен сабақ алуға болады. Ислам және түркі елдері салт дәстүріне қатты мән беретін адам еді. Бейбарс өз елінде ислам ғалымдарына үлкен орын берген және оларды қатты бағалаған. Бейбарс есімі өлгеннен кейін ислам әлемінде бір батыр ретінде еске алынады. Осман империясын құрған Осман бейдің әкесі Эртуғрул Сұлтан Бейбарс кезінде өмір сүрген. Бейбарсты қолдағандардың бірі еді. Көптеген жақсы істер атқарғандығы айтылады. 10 баласы болған. Ең маңызды істерінде және үнемі сақтықпен жұмыс істеген. Жорыққа шыққан кезінде алдыңғы қатарда соғысып, қауіптерден қорықпайтын еді. Алтын Орда және Византия империясымен саяси байланыстар орнатқан Бейбарс 1270 жылы 54 жасында өлгені туралы айтылса да, бір түнде қарапайым киіммен сарайдан шығып туылған еліне кеткен дейді кейбір тарихшылар. Бейбарс мемлекетте үлкен өзгерістер, реформалар жасаған. Христиандарды ислам мемлекеттерінен қуып шығарған еді. Үлкен бір мемлекет басқарушысы болған Бейбарс күнімізге дейін жетіп келген әртүрлі ғимараттардың салынуына себеп болған. Мемлекеттің ең маңызды қаласы болған Каир және Шам арасында 6 жолықты жол жүйесін құрған. Одан басқа көпірлер, теңіз порттарын құрған. Каирде Бейбарс атты мешітті салдырған. Шам қаласында кесене және оның қасында Зекария медресесін салдырған. Медресенің қасында Зекария кітапханасы бар және ішінде көптеген ғалымдардың туындылары бар. Бір видеоның да соңына жеттік. Осындай тарихи видеолар шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.